Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті тыңдарман қауым, естеріңізге сала кетейік. Біз Ханафи мазхабы бойынша жазылған Ан-Нуқая атты шағын фиқх кітабын оқудамыз. Өткен дәрісімізде ғұсылды керек ететін жағдайлар жайында сөз қозғаған болсақ, бүгін судың түрлеріне тоқталатын боламыз. Басқаша айтқан кезде, дәретке, ғұсылға жарамды сулардың түрлері. Ақсамул мия, дәретте, ғұсылда қолданатын сулардың түрлері. Ва ятаваддау бимаис самаи вал ард, дәрет алатын кісі аспан суымен және жер суымен дәрет алады. Аспан суына аспаннан жауған жаңбыр суы, қардың суы, бұршақты еріткеннен кейінгі пайда болған сулар жатады. Құран кәрімде Анфал сүресінде «Ва юназзилу алейкум минас самаи маан лиютаххиракум бихи» дейді. Ол сендерге аспаннан су жаудырды, онымен сендерді тазартайын деп делінген аятта. Бұл аят аспаннан жауған су атауының бәрі дәретке, ғұсылға жарамды екенін ашық айтып отыр. Ал енді жер суына нелер жатады? Жер суына теңіз суы, көл суы, құдық суы, бұлақ суы, өзен сулары, тағы да басқа жер қайнарынан шығып жатқан табиғи суларды жер суына жатқызамыз. Демек, су атау аспаннан жауған және жерден шыққан су атаулының бәрімен дәрет алып ғұсыл құйынуға болады екен. Ары қарай оқиық. Ва ин тағайяра бил макси, тіпті көп тұрып қалуы себепті су өзгерген болса дағы, онымен дәрет алуға болады. Көп тұрып қалуы себепті су өзгерген болса дағы, онымен дәрет алуға болады дедік. Өйткені судың табиғаты өзгермеген болып тұр. Судың өзіне тән табиғаты болмысы бар. Табиғаты сылдырлығы, аққыш қасиеті, өзіне тән нәзік сұйықтығы, осы судың табиғаты болып есептелінеді. Фиқх кітаптарында «Уариққатуху ва саялануху» деп келеді. Көп тұрып қалған судың дәмі, иісі өзгеруі мүмкін, бірақ оның сылдырлығы, өзіне тән нәзік сұйықтығы жоғалмаған болса, онымен дәрет алуға, ғұсыл құйынуға болады. Өйткені судың табиғаты өзгермесе, ол өзінің су атауын жоғалтпады деген сөз. Енді әрине таза су бар кезде иісі шыққан сумен дәрет алынбайды. Бұл таза су болмай қалған уақытта, немесе таза суды тек ішу үшін қолданып, тұрып қалған суды дәретке қолданатын жағдайлар туындап жатқан уақытқа қатысты. Ары қарай оқимыз. Ау ихталата бихи тахирун, немесе таза бір зат араласқан сумен де дәрет алуға болады. Бұл жерде бихидағы хи замирі суға кетіп жатыр. Ау ихталата бихи тахирун, суға таза зат араласқан сумен де дәрет алуға болады деп отыр ғалым. Мысал ретінде суға топырақ араласса, сол топырақ араласқан себепті су лайланса да, ол сумен дәрет алуға болады. Өйткені топырақтың өзі таза нәрсе болып есептелінеді. Ал енді таза топырақ суға араласқан себепті, ол су қанша лайланған болса дағы, өзінің мөлдірлігін жоғалтса дағы, ол сумен дәрет ала беруге болады. Және де сабын араласқан суды да атаса болады мысал ретінде. Ары қарай оқимыз. Илля иза ахраджаху ан таб'ил маи, бірақ араласқан зат судың өзіндік табиғатынан шығарып жатса, басқаша айтқанда, судың табиғатын өзгертсе, болмысын жоғалтып жатса, онда ол сумен дәрет алынбайды. Илля иза ахраджаху ан таб'ил маи дегендегі мағына осы. Ахраджахудағы ху замирі суға кетіп жатыр. Мысалы, шамадан тыс топырақ араласқан жағдайда судың сылдырлығы жоғалып, ол су батпаққа айналады. Осылайша су деген атаудан ұзақтап, басқа бір затқа ауысып отыр. Құранда сумен дәрет алыңдар делінген. Ал енді осы жерде суға таза зат араласу мәселесінде қосымша мәлімет ретінде мынаны да айта кеткенді жөн көріп отырмын. Басқа кітаптарда суға таза заттың араласуын екіге бөліп қарастырады. Біріншісі, қатты таза заттар араласқан су болып бөлінеді, және де сұйық заттар араласқан су болып екіге
бөліп қарастырады. Қатты таза заттар араласқан суға мысалы топырақ, әк, сабын, порошок, тағы да басқа осындай қатты таза заттарды атасақ болады. Осындай қатты заттар араласқан жағдайда қараймыз, егер көп мөлшерде араласып жатса, судың табиғатын өзгертіп жатса, мұндай сумен дәрет алынбайды. Мысалы, әк суға көп мөлшерде араластырған жағдайда онымен дәрет алуға болмайды. Себебі ондағы араласқан су өзіндік табиғатын жоғалтып, басқа бір затқа, яғни әкке айналып отыр. Ал аз-маз сәл-пәл әк араласқан сумен дәрет алуға болады әрине. Ал енді сұйық заттар араласқан суды айтар болсақ, бұның өзін екіге бөліп қарастырған кітаптарда. Кейбір сұйық заттардың түсі, дәмі және иісі болып жатады. Мысал ретінде шит майды алсақ болады. Шит майдың иісі бар, дәмі бар және қоңыршын түсі бар. Осындай үш сипаты бар сұйық заттар егер суға араласқан жағдайда, үш сипатының кем дегенде екеуі суда байқалса, ол сумен дәрет алынбайды. Жаңа шитмайды беріп өттік мысал ретінде, енді шитмай суға араласқан жағдайда, суда шитмайдың түсі және дәмі байқалса, ол сумен дәрет алынбайды. Ал тек түсі ғана байқалып, дәмі байқалмаса, немесе дәмі ғана байқалып, түсі байқалмаса, онымен дәрет алады ол сумен. Және де осы сұйық заттардың екінші түрі, екі ғана сипаты бар сұйықтықтар болады кейде. Мысалы, бензин, солярка, осыларда айтсақ болады. Бензиннің түсі жоқ, бірақ иісі бар және дәмі бар. Осындай екі ғана сипаты бар сұйықтықтар, егерде суға араласқан жағдайда, екі сипатының бірі суда байқалса, ол сумен дәрет алынбайды. Кітабымызды ары қарай оқимыз. Ауғайяраху табхан, немесе таза нәрсе араласып, отқа қайнатып жатса, қайнату арқылы суды өзгертіп жатса, онымен де дәрет алынбайды. Мысалы, суға аз мөлшерде күріш араласты делік. Күріш қатты әрі таза. Қатты, таза затты егерде суды табиғатын өзгертпейтіндей мөлшер араласып жатса, ол сумен дәрет алуға болады дедік. Ал енді күріш қатты әрі таза, бірақ осы аз мөлшерде күріш араласқан суды қайнатып, немесе пісірген болса, ол сумен дәрет алуға болмайды. Ендігі жерде ол су емес, күріш көжеге айналды. Өйткені от күріш араласқан суды өзгертіп отыр. Ауғайяраху табхан дегендегі мақсаты осы. Ары қарай оқимыз. Вахуа мимма ла юқсаду бихин назафату. Бұл, яғни табхандаға кетіп жатыр, бұл тазалық мақсатында қолданатын зат қайнатылмаған жағдайға қатысты дейді. Осындағы бихидағы хи замирі миммадағы мә әрпіне кетіп жатыр. Бұндағы мақсат бұрын көне замандары суға сидр дейтін өсімдікті қосып қайнатып жататын. Сидр деген хош иіс беретін өсімдік, сабын ретінде қолданатын бұны. Оны ботаникада зизифус өсімдігі деп атайды. Осы сидр өсімдігі қайнатылған сумен мәйіттерді жуып жататын бұрынғы заманда. Осындай тазалық мақсатында қолданатын заттар сумен араластырылып, қайнатылып жатса, ол сумен дәрет алуға болады. Ал енді тазалық мақсатында қолданбайтын заттар суға араласып, таза болса дағы, бірақ отқа қайнатылып, немесе пісіріліп жатса, ол сумен дәрет алынбайды. Ол су дәретке ғұсылға жарамсыз деп отыр ғалым. Кітаптағы «Вахуа мимма ла юқсаду бихи ан-назафату» деген сөздің мағынасы осы. Ары қарай келесі дәрісте жалғастыратын боламыз, Алла қаласа. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.